әкем осыдан бір 4 жыл бұрын өмірден өтіп еді. Сол тірі кезінде айтушы едім бұл әкеме. 80-ге келгенде бір Құдай бұйыртса той істейміз, ат шабамыз, үлкен бір бәйге жасаймыз деп. Сол ниет 4 жыл бұрын енді Алланың тағдырдың ісі. Әкем өмірден өткеннен кейін енді өзі болмаса да әруағы риза болсын деп, осы әкеме арнап бір осындай үлкен шара ас беріп, ат жаптырып, халық көрсін. Негізі өзі көпшіл, бауырмашыл, кіші болсам да менің атымды атамайтын, жүке дейтін. Менің атым Жұмәділ, ол кісінің аты Жанәлі ғой. Сол енді, берекесін артындағы ұлдарына, қыздарына берсін. Жақсы көрмеген жақсылықтарын артындағы жеңгеміз, жұбайы, немере, шөбере, шөпшектері көрсін. Мынау бүгінгі шара сонау Жамбыл атамыздың абыз ақын Сүйінбай Аронұлы міне осы кісілерге осы жерге ат шаптырып, сонау 96 жылдары Жамбыл атамыздың 150 жылдығында сол ашылған орын еді осы атшабар. Оның бәрін біз іс-шараға қатыстық. Мінекей сол үлкен ас беріп жатқан біріншіден балаларына, ұрпақтарына рахмет айтамыз. Бұл теміржолшылар деген ақпанда қыстың боранына қарамай, жаздың аптап ыстығына қарамай, күз бен көктемнің жаңбырына қарамай тек қана халыққа қызмет еткен үлкен кісілер. Мінекей сол себепті мына балаларына біз тағы да рахмет айтамыз. Ассалаумағалейкум. Бүгін біз Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш елді мекеніндеміз. Дәл қазір Көкбастаудың етегінде ас беріліп жатыр. Алталашқа сауын айтып, Жанәділ Нұрбайұлының 80 жылдығына орайластырылған ас өтіп жатыр. Ұлдары, немерелері, жақындары 80 жылдығын атамыздың атап өту мақсатында осыншама халықтың бұғасын жинап, ұлттық спортты ұлықтап жатыр. Айта кетуіміз керек, Жанәділ Нұрбайұлы Жамбыл облысы Шу ауданының азаматы, осы елге, жерге, осы елдің дамуын көксеген, осы елдің дамуы жолында еңбек еткен арда азаматтардың бірі еді. Еске алып жатыр ұрпақтары, міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, ұлттық спорт ұлықталып, қазақтың дәстүрі жаңғырып жатыр. Қазіргі заман дамыған, осындай әр жерде ат шабатын жер бар. Мынау Көкбастау деген жерге ниет қып, осы жерде бәйге беріп жатыр. Енді бұл ата дәстүр болғаннан кейін біз де соны жалғастырып, енді мынау әкемізге беріп, бәйге беріп, халық көрсін, халық қызықтасын, қазақтың жаңағы ойындары бар, басқасы бар, салт дәстүрі бар, соны көрсетейік деген ниет. Жанәділ Нұрбайұлының ұлы Аян ағамыз өз сөзінде бұл рухани жаңғыру, ұлттық спортты жаңғырту және өткенге деген құрмет екенін атап өтті. Енді өздеріңізге мәлім, аттанмайтын атқа мінбеген қазақ жоқ. Аян ағамыз жас күнінде көпқар шапқан, аттың жалын тартып өскен азамат. Сол себептен де осы жарыстың, жалпы осы іс-шараның маңызы жоғары екенін атап өтті. Жәнке енді әкесі атқа мініп мал баққан ғой. Нұрбай атамыз мал баққан атпенен. Онан кейін Жәнке, оның інісі бар Жұмаділ деген. Бәрі аттың үстінде өткен адамдар. Енді мына балаларды сол ат құмар. Мына Шу өңірінде Құлақшын деген жер бар, станция қазір. Сол жерде өсті, қазақ ауылда өскен бала ғой. Ол енді кішкентайынан ат мініп, кішкентай кезінен ат мініп жүрді. Бұл жігіт болғанша көкпардан қалмай, үлкен ағаларын еріп, өзімізге еріп, сол көкпар жоқ, сол хабарын бергеннен бүгін келіп мына бізде сол қуанышына ортақтасып жатқан жағдайымыз бар. Қазір еліміздің түкпір-түкпірінде бәйге спортына жарыстар көптеп өтіп жатыр. Жүлде қоры әрі қалай
көп ретте баш жүлдеге автокөлік тігіледі, әрмен қарай ақшалай я болмаса қарамал ретінде үлестіріліп беріледі. Бұл жолғы бәйгеде аламан бәйгеге қос бірдей автокөлік тігіліп отыр. Оның да өзіндік сыры бар. Бәйге болғаннан кейін енді менің ниетім таза енді. Мынау қазірде енді ат көп болады. Содан кейін енді жаңағы аламанның біріншісіне машина тіктік, екіншісіне машина тігу деген нәрсе енді кейде андай жағдайлар болып қалады. Енді өзім мен ат ұстамасам да, сәкен бәйге көреміз барып, енді ауылда өскеннен кейін қызығамыз. Кейде болып атады, жаңағы екінші аттың басы озып келеді, жаңағы 1 метр озып келеді. Сондай жағдайда мен өзім әттеген-ай деп қалатын мен сәкен. Содан екінші машинаны тіккен ниетім сол. Содан кейін жеті атқа бәйге тіктік, енді қазақ болғаннан кейін өзіміз 7 деген санға қараймыз. Содан 7 бәйге аламанға. Топқа бірінші машинаға Kia Sportage тіктік, ар жағына 5 атқа бәйге тіктік енді. Аттың тері бар дегендей. Содан кейін құнанға бір чанган тіктік, ар жағына 5 орынға бәйге тіктік. Ниет сол, халық мың жерде енді ат ұстағанда оңай емес, ат шапқаннан кейін жүлделі болсын деген ниет. Дәл осы Көкбастаудың етегіне Жамбыл облысы Шу ауданынан да азаматтар атартып келді. Жанаділ Нұрбайұлының көзін көрген, бірге тел өскен азаматтар да осы асқа келіп өздерінің баталарын беріп, ағамыздың қандай адам екенін айтып берді. Дастархандары тоқ болсын, қайғылары жоқ болсын. Жәңкенің жатқан жер жайлы топырағы торқалы балаларын ұрыс пайғамбардан шапағат болсын. Мөнге беріліп атқан ас Құдай тамағы қабыл қылсын. Ол енді Жәңке жақсы адам болатын. Момын кітапты көп оқитын Жәңке. Кейін міне балаларын өсіріп өндіріп әйтеуір міне қазір көрдің ғой міне балалары. 3 баласы шақтап әйтеуір бүгін мінекей ас беріп жатыр. Өте жақсы адам болған момын. Дастарханның молшылық, бендерде саулық, отбасына амандық. Осы айтқан балалар көрсін, мол келсін. Аумин атпаңыз келсін. Өзі батыр, өзі би, Байдыбектің батасы. Тілегіміз қабыл болсын, Аллаху акбар. Әдетте ас бәйгелерде біздің көретініміз санаулы спорт түрі. Яғни бәйге көреміз көп ретте. Одан кейін қазақ күресін көреміз, арқан тарту, енді асау үйрету деген батыс өңірлерде жиі таралғанмен оңтүстікте көп насихаттала бермейді. Ал бұл астың тағы бір ерекшелігін атап өтуіміз керек. Ұлттық спорт кеңінен ұлықталып жатыр. Дәл қазір менің ту сыртымда дәстүрлі садақ атудан жарыс болып жатыр. Жалпы дәл осындай үлкен той жиындарда, бұрнағы замандарда дәл осылай садақ атып, садақшылар өздерінің шеберлігін шыңдайтын болған. Бұрында бір жарысты республика бойынша барлығымыз білетінбіз. Соған бүкіл республика болып аттанатынбыз. Ал қазір республиканың әрбір аймағында, шығыста болсын, батыста, оңтүстікте жеке-жеке республикалық осындай ашық турнирлар өтуде. Тура солай бүгінде осы Көкбастау Атшабарында керемет турнир өтіп жатыр. Таза табиғат және де спортшыларға шыңдалатын үлкен бір мүмкіндік береді. Өйткені бұл жерде нысананың стандарты дәл жарыстағыдай емес, сәл жоғары, сәл төмен, таудың етегі, табиғи сызықтар жоқ. Сол спортшыға шыңдалуға үлкен мүмкіндік береді.
Ежелгі заманнан бері қазақтың ас тойының көркі болған ұлттық спорттың бірі әрі бірегейі күрес. Дәл осындай жиын тойларда балуандар күресіп, міне көпшілік қызықтайтын керемет, білекті, жүректі жігіттерді тәрбиелейтін спорттың бірі. Бұрынғы жылдардан бері келе жатқан дәстүр екенін айтып өттік. Нақтылап айтатын болсақ, 19 ғасырда Құнанбайдың асында әр рудың балуандары жиналып, осындай керемет қазақ күресінің айқын көрінісін, беделін, биігін көрсеткен еді. Дәл сондай өнердің заманауи түрін көріп отырмыз. Дәл қазір біздің ту сыртымызда жас балуандар, болашақ елдің намысын, елдің абыройын туғып ұстайтын жас балуандарымыз белдесіп, білек күшін, жүрек күшін сынап жатыр. Қазір ғана көкпардан жастар арасындағы тартыс жарыс аяқталды. Осы ауданның жастарынан құралған үздік қос команда алаңға шығып, көкпар өнерінің көркін қыздырды. Жалпы есеп 5-5 боп тең аяқталды. Міне сіздердің назарларыңызға осы болашақ Алматы облысының тас тақым шабандоздары. Алдағы уақытта бұл жігіттер жастар арасындағы ел чемпионатына қатысып, осы өңірдің намысын қорғайды. Әрине, абыроймен қорғайды деген сенімдеміз. Аттың жүйріктігі мен қыз бен жігіттің ептілігі сыналатын дәстүрдің бірі қыз қуу. Дәл қазір, құрметті көрермен, сіздердің назарларыңызға қыз қуу жарысы ұсынылады. Енді өздеріңізге мәлім, бұл бұрынғы дәуірден бері келе жатқан жалпы ұлттық өнер, ұлттық мәдениет деп айтсақ болады. Қыз бен жігіттің жарасуына және қыз бен жігіттің ептілігін сынайтын керемет, көрермендерге көңіл күй сыйлайтын спорттың бір түрі. Қазір қосып шығады, қызықты бірге тамашалайық. Қайырлы күн, құрметті жиналған қауым, ардақты ағайын, баршаңызды бүгінгі іс-шарамен шын жүректен құттықтаймын. Ассалаумағалейкум, құрметті мынау бүгінгі кереметтей бәйге жиналған қауым. Өздеріңіз көріп отқандай үлкен ұлттық ойындар ұйымдастырылып жатыр, күрес бар, көкпар, қыз қуу, өзіміздің ұлттық ойынды дәстүрлеп болашақ жастарымызға көрсетіп жатыр. Мынау бүгінгі болып жатқан үлкен мерейтой құтты болсын деймін. Жүйріктердің мықтысы, палуандардың мықтысы жеңімпаз болсын. Палуандар мен ат белгілеріне сәттілік тілеймін. Әке, ана, отан деген бір ұғым ғой мысалы. Бұл да әулетке көптен көп рахмет. Осындай ол қыз тәрбиелеген ағамызға мыңда бір рахмет. Жаны жаннатта болсын ол кісінің. Бүгін бір аунап жатқан шығар. Міне бұл үлгілі той. Баяғыда осы ас тойда болатын. Бәйгінің бәрін басталған ас болатын. Құлагер келген Сағынайдың асы. Баяғыда Қырғыздың Шәбденнің аты келген Сарбайдың асы. Сөйтіп осы ас тойда бүгін қазақтың басы құралып, ас суын беріп, қонағын қабылдап, елден бата алып, елдің бірлігіне осы қазағымыздың өнерін паш ететін. Міне соның жалғасы.
Достар, сіздердің назарларыңызда Батақұр бәйгесіне қатысып отырған жүйріктер, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Жер жағдайы өте жақсы деп айта алмаймыз. Күні кеше осы дәл Ұзынағашта, яғни Көкбастаудың етегіне нөсерлетіп жауын жауды. Салдарынан міне қазір жер балшық болып жатыр. Бірақ біздің бәйге шабатын шабандоздарға және жүйріктерге бұл кедергі емес деген ойдамыз. Сол себептен қазір Батақұр бәйгесін біз сіздермен бірге тамашалап отырмыз. Міне шабыстар жаман деп айта алмаймыз. Әрине бұл Батақұр бәйгесі енді бұрынғы күнеден келе жатқан бәйгелердің бірі. Жалпы әуелі бата бергеннен кейін батамыз құр өтпесін деген ниетпен осы ауыл іргесіндегі аттарды бір сынап алу үшін және аттарды тексеріп алу мақсатында өткізілетін қазіргінің бәйгелерінің бірі деп айтсақ болады. Соңғы айналымға кетті ағайын. Соңғы айналымға 4-ші номер Барбара бастап кетті. Онымен қатарласқан 23-ші номерде Ләйлім. Міне соңғы 500 метрлікке жақындап қалдық. Торы топ бастап келе жатыр. Егер біз қателеспесек, бұл Барбара болуы бек мүмкін. Қара, 4-ші номерде Барбара. 4-те Барбара. Ай, жарайсың. Дәл өзі 4-ші нөмірдегі Барбара, аттың иесі Құсайынов Жайық, бапкері де Құсайынов Жайық және шабандозы Нұржігіт Разақ. Дәл осы Ұзынағаштың шаң тимесі екен. Құттықтаймыз. Алғашқы бәйгі бас жүлдені жеңіп алған Барбара. Міне өзіміз күткен құдан бәйгі басталды. Жалпы бұған дейін 11 шақырым деп хабарланған. Бірақ жер жағдайына байланысты бүгін 9 шақырымға қысқарды қашықтық. Енді бұлай қашықтықты қысқартуға толық негіз бар. Өйткені көріп тұрсыздар, қазіргі уақытта жер батпақ. Сол себептен құнандарымыз көп күш жұмсап қоятыны анық. Енді қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, барлық құнан бір келкі, бір қалыппен шауып бара жатыр. Әдетте біз бұндай шабысты көрмейтінбіз. Құнандар енді бәйгі тілеп, бәйгі аңсап тұрғаннан кейін алғашқы әуелгі айналымнан бастап жылдамдығын үдетіп, аяқтарын кең алып, бауырын жазып шабатын. Бұл жолы барлығы бір қалыппен, құдды бір өздерімен келіскендей орта шабыспен жүйткіп бара жатыр. Бұл жерде бұған дейін бәйгі шауып, бәйгінің алды болған құнандарымыз да бар, атап өтсек болады. Ақтоғай арғымағында бас жүлдені жеңіп алған Байрақ бар. Одан кейін өткенде Тастыда өткен құнан бәйгеде автокөлік ұтқан Сүлік Қара бар. Одан кейін Қырғызстаннан келген жүйрігіміз бар. Оның сыртында да бұған дейін аудан арасында, ауыл арасында бәйгі шауып,
әбден бәйге төселген құнандарымыз қазір сіздердің назарларыңызда жүйткіп жарысып бара жатыр. Барлық шабандоз жалпы топтың алдына шығуға ұмтылатыны анық, өйткені алдында шапсаң әрине ешқандай кедергісіз шабуыңа мүмкіндік туады. Ал енді топтың артында қалып қойсаң, бетіңе балшық жабысып кедергі келтіруі мүмкін. Десек те оған мойытын және одан қашатын біздің шабандоздарды көріп тұрған жоқпыз. Барлығы да бас жүлде үшін намысқа тырысып, тақымдарын қысып, сіздердің назарларыңызда шауып барады. Санамалап көрейік, 4, 5, 6, егер біздің көзіміз жетсе, 5, 6 құнан топты бастап жүйткіп бара жатыр. Ақ қасқа киген шабандозымыз топты бастауға талпынды және оның бұл әрекеті нәтижесін беріп келе жатыр. Әрине бұл Хамза Марланұлы. Жаңа ғана біз сөз басында айттық, байрақ атты жүйрікті. Дәл сол байрақты тізгіндеген Хамза топ бастап келе жатыр. Ізін алып келатқан тұлпарларымыз да бар. 17-ші нөмірдегі жүйрігіміз бар, 10-ші нөмірдегі жүйрігіміз бар. Және Меркіден келген Нұрмат ағамыздың тұлпары бар. Қырғызстаннан келген жүйрік тағы да шауып келе жатыр. Міне қымбатты көрермен, 500 метрлік Хамза алда келе жатыр. Ізін алып құйрық түстесіп келе жатқан жүйрікті барлығымыз байқап тұрмыз. Ол әрине 17-ші нөмірдегі тұлпарымыз. 17-ші нөмірдегі Айбарыс, Тастан ағамыздың жүйрігімен міне Хамза мінген Айбарыс пен байрақ екеуі міне бас жүлдеге таласып келе жатыр. Айбарыс озама, байрақ озама. Міне құрметті көрермен, Хамзада берілер емес, бірақ Айбарысты тақымдаған біздің шабандозымыз Ержан да жүйрігіне қамшы салып келе жатыр. Ержан Хамза қайсы бүгінгі бас жүлде шаңғанды ұтып алады. Мені қымбатты көрермен, әрине біз Хамза келеді деп ойлағанбыз, бірақ Тастан ағамыздың Айбарысы Ержан тақымдаған. Міне мәреге бір шамалап алсақ, бір 50-100 метр қалған кезде бас жүлдені жұлып алды. Бәрекелді, бас жүлде Айбарыста. Ал екінші келген Марланның ұлы Хамза тақымдаған байрақ, 3-ші болып Бақторы келді. 4-ші келген Нұрмат ағамыздың меркілік жүйрігі және 5-ші болып Қырғызстаннан келген құнан орын алды. Барша жүлдеге ие болған шабандоздарды біз шын жүректен құттықтаймыз. Құнан бәйгеден ұтқан құнанымыз осы аты Айбарыс. Бірінші бәйгісінде Дегерез ауылының жастары бәйгі жасап, сол жерде бірінші келіп мәшіне отқан. Одан кейін Қазақстан чемпионатының екінші іріктеуінде Талдықорғанда Қолтуман отты. Енді міне бүгін 3-ші бәйгісі, үшеуінде де бір болды. Келесі сіздердің назарларыңызда топ бәйгі.
Жалпы қашықтығы 16 шақырым, тіркелген жүйріктердің саны 46. Әдетте бұндай көп топ бәйге қатысатын жүйріктер жинала бермейді. Дәл бүгінгі бәйгеге еліміздің әр өңірінен мен мықты деген атбегілер өздерінің сәйгүліктерін суытып, жаратып алып келіп отыр. Барлығының да бас бәйгеден дәмесі бар. Топ бәйгенің аламан бәйгеден айырмашылығы бар, құнаннан да сол сияқты. Енді топ бәйге құнан мен аламанның ортасындағы ат шабысы деп алсақ болады. Бұл жерде жылдамдық та бар, шыдам да бар, төзім де бар, және ұшқырлық та бар. Сіздер көріп тұрсыздар, бүгінгінің ұшқыр жүйріктері міне топ бастап жүйткіп келе жатыр. Қарагері бар, торысы бар, жирені бар, құласы бар, қасқасы бар, бес қасқасы бар. Барлығы да дерлік міне бас жүлдеге таласу үшін, жүлдеге іліну үшін жүйткіп келе жатыр. Міне үстіндегі шабандоздарды көріп тұрсыздар. Барлығы да тізгіндерін тең ұстап, ақырын тақым тастап жүйткіп барады. Ат шабысы, ат жарысы әрине намыс, жігер, мінез. Міне осы үшеуі тоғысқан кезде әрине бәйгеге деген құштарлық, алға деген ұмтылыс барлығы да пайда болады. Міне жүйткіп келе жатқан біздің жүйріктердің үстіндегі шабандоздарда осы қасиеттердің барлығы бар деп айта аламыз. Өйткені олар бұған дейін де талай бәйгені көрді, балшықты да көрген, құмды да көрген, шаңды да көрген, тасты да көрген. Сол себептен бүгінгі жер жағдайы оларға еш кедергі емес. Айта кету керек, осыдан 3 жыл бұрын дәл осы Көкбастаудың алаңында наурыз бәйгесі болған еді. Ол кезде де осы тұлпарларымыз тізеден балшық кесіп шапқан еді. Сол кезде осы топ бәйгені Қалқаман атты жүйрік отқан еді. Бүгінде топ бәйгенің арасында біз Қалқаман бар деген ақпаратты естідік. Бірақ аты ауысқан деген ақпарат бар. Қалқаман емес, қазына болып шауып барады. Жүйріктерімізді соңғы айналымға шығарып салдық. Міне, алдыңғы топта кетіп баратқан тұлпарлар, міне осылар бас бәйгеден дәмелі, осылар бас жүлдені жеңіп алуы бек мүмкін.
500 метрлік, соңғы 500 метрлік, енді орыс тілінде айтқанда 500 деп атайды. Дәл осы қашықтықта біздің шабандоздар жүйріктерінің басын қоя беріп, қос сауырынан қамшы салып, тебіне бастайды. Сондай әрекетті сіздер көріп тұрсыздар. Топ бастап келе жатқан жүйрігіміз, әрине ол 12-ші нөмірдегі Саңғыл Торы. Сайыпқанып Данияр, Тұрсынәлі Ержан, Разақ Нұржігіт тақымдаған Түркістан облысы Отырар ауданының жүйрігі. Ал ізін басып келе жатқан ол әрине Қазына, Ескелов Қанат, Бұралқиев Еділ, Төрехан Сұлтан, Үмбетәлі ауылы. Міне қос тұлпар арасындағы жарысты көреміз ба, жоқ әлде Саңғыл Торы әрине бас бәйгіні жеңіп алама. Міне көзді ашып жұмғанша, құрметті көрермен, Саңғыл Торы бүгінгі бас бәйгінің жеңімпазы атанды. Kia Sportage-ді Саңғыл Торының иесі тақымдады. Ол әрине Сайыпқанып Данияр. Одан кейін ізін алып келе жатқан жүйріктерімізде бар, бірақ енді едәуір қалып қалғанға ұқсайды. 400-500 метрлікке соларды біз күтеміз. Міне 4-ші, 5-ші орынға таласып келе қос тұлпарды көріп тұрсыздар. Екеуі де тың секілді. Мүмкін ертерек басын жіберу керек педі. Мүмкін атбегінің әдісі осындай болды ма? Бұйырғаны. Сонымен, құрметті көрермен, топ бәйгеге берілген 5 жүлденің иелері анықталды. Барша атбегілерді және шабандоздарды бүгінгі жүлдесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, менің атым Разақ Нұржігіт. Мен бүгін топ бәйгені ұттым, алғашқы бірінші мәшінемді ұттым. Бүгін бірінші орын аламыз деп келдік, ниеттен. Аллахтың қалауымен бір болдық сол. 80 жүйрік бүгінгі аламан бәйгеге қосылғалы жатқан жылқылардың саны осы. Енді бұған дейін талай бәйгеге барып жүрміз, талай жарысты көріп жүрміз, бірақ 80 жүйрік жиналатын бәйгелер көп емес. Сирек деп айтсақ та болады. Сондай бәйгенің қазір сіз бен біз куәсі болғалы тұрмыз. Аламан бәйгі 7 рет айналады. Бүгінгі ауа райын ескеріп, ұйымдастырушылар қашықтықты кішкене қысқартты. Бірақ бұның өзіне аламанға шабатын аттар, шамалап алсақ, 20-22 шақырым шапқан күннің өзінде 35-36 шақырым шапқан күйде болады. Өйткені көріп тұрсыздар, жер аяғы ауыр. Бірақ оған дес беретін біздің аттарды, біздің шабандоздарды біз көрмейтін секілдіміз, себебі бас жүлдеге тігіліп отқан жүлде қомақты Hyundai Santa Fe. Аламанның шабысы өте жақсы, көңілге қонып тұр. Барлығы бір қалыппен, барлығы енді ұстамдылықпен шауып келе жатыр деп айтсақ болады. Бірақ алдыңғы топтағы жүйріктерге қарасақ, енді топ бәйгеге қарағанда аламанның жылдамдығы сәл де болса жоғарыға ұқсайды. Бүгінгі бәйгінің үздіктері қайсысы деген сауал бар. Әрине, олардың арасында Маржан бар, Сұңқар бар, бұған дейін бәйге өтіп жүрген. Одан кейін Тайван бар, Қырғызстаннан келген Трамп бар, және Шал құйрық бар. Осы
бесеудің арасындағы бәсеке болады деп күтіп отырмыз. Осы бесеуін де біз қазір топтың ішінен көріп тұрмыз. Топ бастап келе жатқан тұлпарымыз ол Тайсон. Нұрым Қырғызбай бауырымыздың тұлпары. Міне көріп тұрсыздар, жасыл жүген таққан жүйрігіміз ерекше қарқынмен басын көтеріп топ бастап келе жатқанына куәміз. Шабандоздардың шабысына әрине қазір шапалақ ұрсақ жарасады. Өйткені бұған дейін шабандоздарымыз құнан бәйгеде, топ бәйгеде де міне көріп тұрсыздар, аламан бәйгеде шауып жатыр. Дәл осындай жағдайда атқа шабу, атты бәйгеден келтіру оңай шаруа емес. Сол себептен де бұл шабандоздар біздің бүгінгі күннің батырлары деп ауыз толтырып айтсақ болады. Соңғы айналымға құрметті көрермен жүріктерімізді шығарып салдық. Топ бастап бара жатқан әрине Тайсон. Тайсонмен жағаласып бара жатқан Шалқұйрық Жамбыл Бөбекбай баптайтын тұлпар. Енді Шалқұйрық бұған дейінде бәйгі көрген, бәйгі ұтқан жүйрік. Сол себептен екеуінің арасындағы тартыс болуы мүмкін. Ізін алып бара жатқан Серік Қазбековтың сұңқары бар, Қырғызстанда жүлде алып жүрген. Міне осы үш тұлпарды біз жіті танып тұрмыз. Керемет шабыс, керемет қарқын. Соңғы бұрылысқа жақындап келе жатыр. Әттең бірінші айналымнан бастап топ бастаған Тайсон кейіндеп қалды, басы бозған ол әрине Шалқұйрық. Жамбыл Бөбекбай баптайтын Сапарғали Сәтбаев атамыздың Шалқұйрығы. Міне құрметті көрермен жеке дара топ бастап келе жатыр. Осымен Hyundai Santa Fe бүгінгі бәйгінің Жанаділ Нұрбайұлының 80 жылдығына орай ұйымдастырылған ас бәйгінің бас жүлдесі әрине Шалқұйрыққа бұйырды. Екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші орын келгенде жүйріктеріміз бар. Барлығында бүгінгі жүлдесімен құттықтаймыз. Ал кейіндеп қалған, қалып қойған ат бәйгелері мойымасын. Бәйгі көп, ұтар бәйгелеріңіз алда. Шалқұйрық осы қазір 4 жасар, жақсы жылқы. Былтыр осы яқта үшінші кеп, дөненде кішкене өзі болын қырамай дұрыс шаба алмай жүрді. Осы 4 жасына шығып бұйырса, биыл Қызылордадан Олимпиадіне түсті, аламанға 2 болды. Содан кейін аяқта Қарасуда мәшін етті. 3-ші бәйгесі биылдыққа. Міне бүгінгі аламан бәйгінің бас жүлдесін жеңіп алған жүйрік Шалқұйрық. Керемет тұлпар, керемет сәйгүлік. Бүгін осы Шалқұйрыққа қандай мақтау айтсақ та жарасады. Енді өздеріңіз көрдіңіздер, жалпы алаң ауыр болды. Соған қарамай Шалқұйрық өзі тың келді, жақсы шабыс көрсетті. Сәйкесінше бүгінгі бәйгінің бас жүлдесін жеңіп алды. Hyundai Santa Fe сөзсіз бүгін атбегі Жамбыл Бөбекбай мен иесі Сапарғали Сәтбаев ағамызға бұйырды. Барша атбегілерге, барша көрерменге осындай жүлде, осындай бәйгі жұғысты болсын дейміз. Өзімде сенім болды, отам деген сенім болды. Алдыңғы үштікте болады деп өзім іштей сендім, бірақ көбінесе жаңағы бас жүлдені отам деп кәдімгі сеніммен келдім. Бұдан бұрын 26 сәуір күні Қордайда бәйгі болған. Сол кезде аламанды ұтқан, одан кейін арнайы осы бәйге 2 апта атты демалтып, осы бәйге арнайы дайындық үстінде болдым. Іштей өзім сендім атыма. Бұған дейін 2024-те көшпенділер ойынның 5-ші дүниежүзілік көшпенділерін Астанада Айғабақпен ұтқам.
енді Құдай бұйыртып бүгін өтіп отырмын Шалқұйрықпен 2-ші Санта Фе'де. Жанаділ Нұрбайұлының 80 жылдығына орай республикалық турнирдің жеңімпаздары мен жүлдегерлерін марапаттауға рұқсат етіңіздер. Жанаділ Нұрбайұлы ағамыздың асы үлкен дәрежеде өтті. Міне бүгін ауа райы да қолайлы, бәрі жақсы болды. Қомақты сомаларда бәйге тігілген өте жақсы болды. Бәрі халықтың бәрі жақсы көңіл күйде бүгін тамашалап бәйге көріп қайтты. Осы бәйгені ұйымдастырып отқан ағаларымызға, көкелерімізге рахмет. Алла риза болсын, өмір жастары ұзақ болсын, бала-шағалардың қызығын көрсін. Жанаділ Нұрбайұлының 80 жылдығына орайластырылған ас аяқталды. Бұл іс-шара, бұл ас немен есте қалды? Арғымақтардың адуынды шабысымен, жас балуандардың күресімен, садақшылардың мергендігімен, көкпаршылардың шеберлігімен, ептілігімен және осында жиналған дүйім халықтың ықылас пейілімен есте қалды. Бұл ұмытылмайды. Тарих қойнауына қатталды, сақталды. Біздің бағдарлама тәмам, сіздермен қоштаспаймыз. Келесі жүздескенге шейін аман болыңыздар.